Том Сойер кішкентай ерке, бірақ өте тапқыр бала. Ол өзінің тәтесі Полимен бірге тұрады. Сабақ оқығаннан гөрі достарымен ойнағанды жақсы көреді. Бір күні тәтесі Томды жазалау үшін қоршауды сырлауға мәжбүрлейді. Бірақ ол айласын асырып, сырлау жұмысын қызықты ойынға айналдырады. Достарын алдап, оларды өзіне жұмыс істетеді. Томның ең жақын досы Хак, Фин екеуі батыл шытырманды жақсы көреді. Бір күні түнде зиратқа барып, кездейсоқ қылмыстың куәсі болады. Инжонатты қарақшы бір адамды өлтіреді. Том мен Хак бұл сырды біраз уақыт жасырып жүреді. Кейін сот кезіне бәрін айтып, әділдік орнатады. Кейін Том мен оның сүйіктісі Бекки үңгірде адасып кетеді. Бірақ батылдықпен жол табады. Соңында бәрі аман қалады.